Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қайнама сорпаны қалай жасау керек екенін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен етімізді алып, қазанымызға салып, жуып, тазалап салып, үстіне салқын су құйып, қазанымыздың бетін жауып, жақсылап қайнатып аламыз. Қазанымыз қайнап шыққаннан кейін осылай бетіне көбіктер шығады. Көбіктерін тазартып алып тастаймыз. Жақсылап алып тастаймыз. 2-3 мәрте қайнатқанның өзінде ақ көбіктер шығатын болады. Солардың бәрін алып тастаймыз. Кейін пиязымызды, сәбізімізді, перецімізді салып, тұз салып дәміне қарай орташа отта қайнататын боламыз. Бұл жерде мен пиязды бүтіндей саламын. Неге десеңіздер, балдарым жемейді сорпаның ішіндегі пиязды. Сол үшін бүтіндей саламда. Кейін пістау деген кезде пиязды бүтіндей алып тастаймын. Мінекей қараңыздар, сәбізді, перецтерін салып жатырмын. Замороженный перецтерді. Одан кейін қызанақты тоже турап салып қоямыз. Сорпамызға қызғылт түс беріп тұратын болады. Сорпамыз 30-40 минуттай қайнап болғаннан кейін картошкамызды турап салатын боламыз. Тұзын көреміз, сорпамыздың тұзын дәміне қарай қосып, өздеріңіз көретін боласыздар. Кейін картошканы салғаннан кейін бір 20-30 минуттай қайнатамыз. Сосын сорпамыз дайын болады. Мінекей сорпамызда қайнап шығып, ішінде картошка, еттері барлығы пісті, дайын болды. Енді мен бүтіндей салған етімді, сүйегімді алып, турап, қайтадан сорпама қосатын боламын. Осы жерде жаңағы бүтіндей салған пиязымды да алып тастаймын. Мінекей етімді де турап қостым. Өздеріңіздің қалаған размерлеріңізде турайсыздар. Осылай турап қосып, кейін дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Астарыңыз дәмді болсын. Менің видеоларым ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар. Бұдан да басқа көптеген рецепттермен бөлісемін.